Сәлеметсіздер ме? Сабақтың тақырыбы ақпараттың өлшем бірліктері. Күнделікті өмірде біз күн сайын ақпарат өлшем бірліктерімен кездесеміз. Ұзындықты өлшеу үшін миллиметр, сантиметр, метр қолданылса, салмақты өлшеу үшін грамм, килограмм, центнер, тонна қолданылады. Сол сияқты компьютерде сақталатын ақпараттың да өзінің өлшем бірліктері болады. Компьютерде ақпараттар сигналдар түрінде сақталынады. 0 және 1 түрінде, магниттелген немесе магниттелмеген. Ол ақпараттың ең кіші өлшем бірлігін бит деп атаймыз. Бит ол ағылшын тіліндегі екілік таңба деген сөзді білдіреді. Бір немесе 0-мен белгілейді, әдетте битті. Сонымен 1 бит дегеніміз ол бірақ орындалады. Ол болуы мүмкін 1 болуы мүмкін, немесе 0 болуы мүмкін. Сонымен 1 бит арқылы біз екі түрлі ақпаратты кодтай алады екенбіз. Міне, бірінші ақпарат, екінші ақпарат. 1 бит арқылы екі түрлі ақпаратты кодтаймыз. 2 бит арқылы ше. 2 бит арқылы 4 жағдай болуы мүмкін. 0-да 0, 0-да 1, 1-да 0, 1-да 1. Бұл 4 жағдайдан басқа жағдайды кодтауға келмейді. Түгел комбинация жасалыптыр. Сонымен 4 бит арқылы біз 2 бит арқылы 4 түрлі ақпаратты кодтайды екенбіз. Ал 1 бит арқылы біз 2 түрлі ақпаратты кодтаймыз. Ал 3 бит арқылы ше. 3 бит арқылы дегеніміз ол 3 орындалады. Ендеше біз мына жерден 3 бит арқылы комбинацияларды жасап көрейік. Ол болуы мүмкін мынандай. Барлығы 0 болуы мүмкін. 0. Сосын болуы мүмкін дәл осындай жағдай. Сосын 1 болуы мүмкін. Сонымен біз 3 бит арқылы ақпараттың 8 түрлі ақпаратты кодтай алады екенбіз. Ал 4 бит арқылы ше. 4 бит арқылы болу үшін мына жерге жазып кетейміз. Сонымен 1 бит арқылы біз ақпараттың 2 түрін кодтай аламыз. 2 түрі. 2 түрлі ақпаратты кодтаймыз. Ал 2 бит арқылы біз 4 түрлі ақпаратты кодтаймыз. Ал 3 бит арқылы біз ақпараттың 8 түрлі ақпаратты кодтай аламыз. 8 түрлі. Ал 4 бит арқылы ше. 4 бит арқылы бұл анықтайтын болсақ, басқа түрін қояйық. Біз мына жердің бәрін 0 деп белгілей аламыз. Сосын одан кейін дәл осы ақпарат бұны 1 деп белгілей аламыз. Неше түрлі ақпарат болды? Саны 16 түрлі ақпаратты кодтай аламыз. Мұнан 8 түрлі ақпаратты кодтай аламыз. 3 бит арқылы. Жазып қойып, 4 бит арқылы. 4 битпен біз 16 түрлі ақпаратты кодтай аламыз. Енді 5 бит арқылы ше. Оны анықтау үшін қайрадан жазып отырмаймыз, оның формуласы бар. Ол 1 бит дегеніміз 2-ның 1 дәрежесі деп анықтауға болады. 2-ның 1 дәрежесі деген 2-ні өз-өзіне бірлет көбейт деген сөз. 2-ның 1 дәрежесі. 2-ның 1 дәрежесі болады
2. Ал 2 бит дегеніміз 2-нің 2 дәрежесі. 2-нің 2 дәрежесі деген 2-ні өз-өзіне 2 рет көбейт деген сөз. Сонда болады 4. Ал 3 бит дегеніміз 2-ні өз-өзіне 3 рет көбейт деген сөз. Сонда болады 3 бит арқылы 8 түрлі ақпарат. 4 бит дегеніміз 2-ні өз-өзіне көбейтеміз 4 рет. 2-нің 4 дәрежесі. Болады 16. Сонда болады 8. Сонда біз формуланы шығардық. Мынанда былай деп жазайын, дәреже түрінде. Мынау былай келмейді. Жарайды, былай біз. 2-нің 1 дәрежесі. 2-нің 5 бит арқылы ақпараттың неше түрін кодировать етуін табу үшін 5 бит арқылы біз оны қайтеді екенбіз, 2-ні өз-өзіне 5 рет көбейтеміз. 2-ні өз-өзіне 5 рет көбейтсек, болады 32. Сонымен 5 бит арқылы біз ақпараттың 32 түрлі ақпаратты кодтай аламыз. Ал 6 бит арқылы дегеніміз неме істейміз? 2-нің 6 дәрежесі табамыз. 6 бит дегеніміз 2-нің 6 дәрежесі. 2-нің 6 дәрежесі болады 32-ні тағы 2-ге көбейтсек 64 болады. 7 бит арқылы біз ақпараттың 64-ті 2-ге көбейтсек болады 128. Ал 8 бит арқылы біз ақпараттың 128-ті 2-ге көбейтеміз, 256 түрлі ақпаратты кодтай аламыз. Бұдан шығады 8 бит дегеніміз 1 байт. Сонымен 8 битті атайды екенбіз 1 байт деп атаймыз. 1 байт. Әдетте ASCII кодировкасында бір әріпті сақтау үшін 1 байт ақпарат кетеді. Ал Unicode кодировкасында бір әріпті сақтау үшін 2 байт кетеді. 2 байт дегеніміз 2-нің 16 дәрежесі. Сонда ASCII кодировкасында біз түрлі 226 сигналды кодировать ете аламыз, кодтай аламыз. Ал Unicode кодировкасында 2-нің 16 дәрежесі ақпаратты кодтай аламыз. Енді 8 битіміз 1 байт болды. 1024 байт 1 килобайт деп аталады. Килобайт. Ал 1024 килобайт 1024 килобайт болады. 1024 килобайт 1 мегабайт деп аталады екен. 1 мегабайт. 1024 мегабайт аталады 1 гигабайт. 1024 гигабайт аталады 1 терабайт. Әдетте бір видеофильмнің көлемі 4 гигабайтқа дейін орын алады. Ноутбуктардың көлемі 500 гигабайт, 1 терабайтқа дейін орын алады. Сонымен ақпараттың ең кіші өлшем бірлігі бит деп аталады. 8 бит 1 байт, 1024 байт 1 килобайт, 1024 килобайт 1 мегабайт, 1024 мегабайт 1 гигабайт, 1024 гигабайт 1 терабайт деп аталады.